Ресми түрде 2001 жылы ашылғанымен, бұның алғы тасы ертеректе 1992 жылдары қаланған еді. Себебі елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Мысыр еліне барған уақытта Хосни Мубаракпен келісім жасасып, кейіннен бар сол Нұр Мубарак деген себебі де атауы да осыдан шығады. Бүгінде біздің университеттің қабырғасында 1500-дей бала білім алып жатыр. Бұлар негізі 3 сатылы 4 жылдық бакалавриат оқиды. Бакалавриаттан дінтану, ислам тану, 2 шет тілі, араб және ағылшын тілі, теология деген сияқты мамандықтар. Келесі сатыда магистратура бар. Магистратураны 2 жыл оқиды. Үшінші сатысы бұл, әрине ең жоғарғы сатысы бұл докторантура. Докторантурада бізде исламтану мамандығы бойынша бар. Енді бұл жерде бала 3 жыл оқып, енді ойлап қараңыз, сонда бакалаврда 4 жыл оқса, магистратурада 2 жыл оқса, кейін докторантурада 3 жыл оқиды. 9 жылдай бала білім деңгейін жоғары етіп көтере алады. Ертеде біздің діни сауат үшін жастарымыз, қара көзді балдарымыз, қыздарымыз шет мемлекет асып жатты. Шет мемлекетке барған уақытта ол жерге адам әдетте әсіресе араб тілін білмейді. Кейін қандай бір жерге орналассам, қалай білім алсам, қалай тәлім алсам екен деген қиналатындай болатын еді. Бүгінгі таңда бойды түзеп, дауыстап айта аламыз, өзімізде шет мемлекетке жіберместен, шет мемлекетінің докторларымен, профессорлармен тең түсетін сауаты терең мамандарымыз бар. 4 тілде жүреді дәрістеріміз. Бұл әрине бірінші мемлекеттік тіл, екінші орыс тілі, араб тілі және ағылшын тілі. Оқу бағдарламасы әрине біздің білім және ғылым министрлігі бекіткен жоғарғы оқу орындарға арналған кредиттік жүйе, сол оқу бағдарламаларымен жүреміз. Ерекшелігіміз барлық орта білімді бітірген балдарымыз ЕНТ тапсырып бізге түсе алады. Университетке келген уақытта ата-ананың мазалайтын мәселесі, менің балам сіздің түлек болғаннан кейін жұмыс таба алады ма? Қоғамда өзінің орнын ала алады ма? Жоқ, әлде тек имамдық қызметпен шектеле ме деп сұрақ қояды. Бір қызық жағдай, бізде мәселен биылдың өзінде 256 түлегіміз бітіріп жатыр. Соның екінші жоғары оқып жатырғандар. Бер жағындағы 209 баламыз бакалаврлар. Бұлар бітірместен бұрын бізге жұмыс берушілерден өтінім келеді. Бұлар кімдер? Бұлар мемлекеттік қызметшілер, бұл бәлкім құзыретті органдарда істейтіндер, Куистан бұлар, УДРлер, яғни дін істер басқармалары, дін істер басқармаларына қарасты орталықтар, теолог мамандарды сұрап келеді. Еліңізде, туған ана тіліңізде, туған ерекшелігіңізді, менталитетіңізді білетін өзіңіздің үлкен аға буыныңыз сізге араб тілін, дінді үйреткен, ол үлкен нығмет. Белгілі мысалы облыстардан бөлінетін арнайы қаржыландыру оқытатын бағдарламаларымыз бар. Одан қалды Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты өкілдеріміз арнайы демеушілермен, спонсорлармен, меценаттармен оқытатын гранттар бар. Көптеген жағдай жасалған бұл жерде.